Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Павлодар облысының оңтүстік шығысында Екібастұз қаласынан 100 шақырым жерде орталық қазақстандық ұсақ шоқыларының шетінде орналасқан Қазақстан Республикасындағы ұлттық парк. Бұл Қазақстан аумағында ерекше қорғауға алынған жерлердің бірі. Табиғи флора мен фаунаны сақтау мақсатында 1985 жылы құрылған. Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының қатарына кіреді. Баянауыл тау сілемдерінің табиғи өсімдік әлемі мен жануарлар әлемін сақтау және қалпына келтіру қажеттілігі паркты құрылуына негіз болып табылады. Онда сізді таң қалдыратын әртүрлі пішіндегі жартастарды кездестіруге болады. Паркте өсімдіктің 4 түрі бар: тоғай, орманды дала, орман мен шабындық. Баянауыл қарағайы тас пен өсімдіктің ғажайып үйлесімділігін жасай отырып, тастарда өседі. Парктегі өсімдіктердің әртүрлілігі оның өсімдігі тапшы шөлейт дала ортасында орналасқан ескере отырып ерекше таң қалдырады. Ақ қайыңмен, қарағаймен, қандағашпен және көктерекпен қоса паркте көптеген бұталар, соның ішінде жидек беретін бұталар, таңқурай, итмұрын, қарақат даланы өседі. Шабындықтарда құлпынай жиі кездеседі. Орманда саңырауқұлақтар өседі. Паркте көне замандардың өсімдіктерінің 50 түріне жуығы көне замандық қара қандағаш пен көне замандық тас қарақат кездеседі.